Бұл пирогты көп балалы аналар міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі берекелі, тойымды, өте оңай жасалады. Ең бастысы қолжетімді ингредиенттерден. Дәл осылай жұмсақ, үлпілдек болып шығу үшін міндетті түрде барлық ингредиенттеріңіз бөлме температурасына, яғни жылы болуы қажет. Алдымен жұмыртқа, қант және кішігірім тұз салып, үшеуін біркелкі болғанға дейін жай ғана венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Артынша жылы айран құйып, оның артынан 2 пачка разрыхлительді салып, тағы да араластырамыз да. Одан кейін сұйық майды құйып, соңында аз-аздан ұн салып отыра араластырып, тура видеода көрсетілгендей орташа қоюлықтағы қамыр қалпына келтіріп, духовканың листіне құямыз. Төменде толық рецепті грамдарымен жазып қалдыратын боламын. Духовканың листіне 4 бұрыш етіп жайып, бетіне өздеріңізге ұнаған жаңғақтармен безендіріп, 180 градуста 40-45 минутта пісіріп алсақ болғаны. Видеоға лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.